Музыка аспаптарында орындалатын шығармаларды аспаптық музыка деп атайды. Қазақтың домбыра, қобыз, сыбызғы, шертер сияқты ұлттық музыкалық аспаптарында орындалатын әуен саз күй деп аталады. Бізге жеткен ең көне күйлер күй атасы Қорқыттың шығармалары. Күй бағдарлы мазмұны бар, көркемдігі жоғары аспаптық жанр. Онда табиғат құбылыстары, Алатау, Саржайлау, Көбік шашқан, тарихи оқиғаларға арналған, ел айырылған, жеңіс, халық мерекелеріне, тойбастар, балбырауын, жан-жануарларға аққу, қоңырқаз, көгала ат, аңыз ертегілер, мұңлық зарлық, қос мүйізді ескендір, жеке адамдарға байжұма, абыл, адам сезімдері, қуаныш, сағыныш, тағы басқа түрлі оқиғалар мен құбылыстарға суреттеледі. Күйлер тақырыбы мен мазмұнына қарай аңыз күйлер, тартыс күйлер, тарихи күйлер, арнау күйлер, лирикалық күйлер, психологиялық күйлер болып жіктеледі. Қазақтың аспаптық музыкасы 18 ғасырдың соңында жоғары деңгейге көтерілді. Бұл кезде Байжұма, Баламайсан, Есжан, Байжігіт, Ұзақ, Боғда, Махамбет сияқты күйшілердің атағы халыққа кеңінен мәлім болды. 19 ғасырда ежелгі күйшілік өнердің одан әрі өрістеп дамуына Құрманғазы, Дәулеткерей, Тәттімбет, Тоқа, Абыл, Есір, Ықылас, Байсерке, Қазанғап, Сейтек, Дина, Сүгір сияқты күйшілік өнердегі ірі тұлғалар ереулі үлес қосты. Домбыра күйлері орындалу мәндері мен құрылымдылық ерекшеліктеріне қарай төкпе және шертпе деп аталатын екі үлкен түрге бөлінеді. Төкпе күйлер тұрақты екпін мен өлшемде оң қолдың тұтас сілтеуімен орындалады. Ал шертпе күйлер көбінесе жалғыз дауысты болып, оң қол саусақтарының ұшымен орындалады. Қазіргі заманымыздың композиторы, күйші және бірнеше әндердің авторы, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, құрмет парасат орденінің иегері Секен Тұрысбеков 1961 жылы 22 наурызда Шығыс Қазақстан облысы Ұржар ауданында дүниеге келген. Сәкеннің азан қойып шақырған аты Серік болсын. Семей музыка училищесінде оқып, содан кейін Алматы консерваториясын бітірді. Сазген ансамблінің құрамында еңбек етті. 2001 жылы Еуразия университетінің жанындағы Қоңырқаз ансамблінің көркемдік жетекшісі болып тағайындалды. Шығармалары Көңіл толқыны, Боздақ, Өкініш, Ақжарма, Ақжауын, Балауса, Дара боз және тағы басқа күйлері. Сонымен қатар Аққу сазы, Ерке құсым, Қоңырқаз, Шағала әндерінің авторы. Шығармаларының ішінде халыққа кеңінен тарап, жүрегінен орын алған шығармасы Көңіл толқыны. Бұл күй тағдыр әлкегіне түскен кезде 1985-87 жылдары туған
Сәкен аға 2 жасар Жанар және Анар атты қыздарынан табан асты айырылып қалған. Сәкен аға ауыр күйге түсіп, қатты тұйықталып, жер бетіне сыймай, қайғы жамылған сәтте көңіл толқыны күйі өмірге келді. Күй бірден көпшіліктің ыстық ықыласына бөленіп, кеңіне таралды. Тіпті алыс жақын шетелдегі жұртшылық күйді тыңдаған бойда оның авторын іздестіріп, күйдің шығу тарихын білгілері келеді. Жапондық тыңдармандар күй аннотациясын сұрағанда, автор іштегі орны толмас өкінішті сыртқа шығармас үшін бұл күй Семей Невада қайғысына арналған деп қоя берген. Сәкен Тұрысбеков көңіл толқыны кітабында былай деп жазады. Күйдің өзегінде әкенің орны толмас өкініші мен өксігі жатыр. Көңіл толқыны өзіне дейінгі ұлы күйші сазгерлердің рухани жалғасы болғанымен, ішкі табиғаты мүлдем бөлек. Жүрек қылын дірілдете, тыңдаушысын ой мен сезім тұңғиығына тартатын туынды. Күй қазақтың ежелден ақ мұңдасы, сырласы, жан серігі. Күйдің ғажаптығы сол, өмірдің мән маңызын ұқтырады. Күй ойға жетелейді. Адам боп өмір сүруге, жақсылыққа, ізгілікке ұмтылдырады. Күй тыңдап, күйді шын түсінген пенде жамандыққа бармайды деп жатады. Сондықтан да күй құдіретті, киелі деп есептеленеді. Домбыра туралы ұлы ғұлама Әл-Фараби еңбектерінде қос ішек адамның денсаулығын жақсартып, өмірін ұзартады, күш қуатын арттырып, батылдыққа баулиды деп жазылуы жайдан жай болмаса керек.